Үйдө таң атқандан кейін бағымдат намазының 2 рекет сүннетін оқып алсаңыз, мечітке келгенден кейін мечіттен ақысын оқуайсыз. Оқысаңыз мәкру болып қалады. Егерде үйде оқуай мечітке келіп тұрып келсеңіз, анда 2 рекет сүннетті оқуйсыз. Андан кейін 2 рекет парызды оқуйсыз. Нафил менен фарыз бойынша мәселені жақсы түсініп алайлы. Фарыздарды мечітте оқуйбыз. Нафилдердің жақшысы үйде оқыш керек өзі. Пайғамбарымыз айтқан, үйіңөрді көрістен қылып ағыла деген. Қабырстан жайқана бар ғой, ошындай қылып ағылады. Қайсы үйде намаз оқылбаса, ал жайқанада екен да. Қабырстанда намаз оқылбайды, үйде де оқылбайды, айырмасы не дегендей да. Ошынча туғандар, нафил намаздарды мүмкін болушынша үйде оқығанға әрекет қылыш керек. Азырқындай болып қалса, таң атып қалды да, анда үйде оқысаңыз жақшы. 2 рекет оқып келе беріңіз, мешітке зикір қылып, отырып тұрасыз, фарызға қомат айтылынады, фарыз оқып аласыз.